болса, сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар, микрофон алдында Мақсат Радж. Ақтөбе облысындағы авиациялық апаттан аман қалған офицерлер реанимация бөлімінен нейрохирургия және травматология бөліміне көшіріледі. Дәрігерлер зардап шеккендердің жағдайы тұрақты дейді. Естеріңізге сала кетейік, өткен сенбі күні Мәртөк ауданының Сарыарқа ауылы маңында Қорғаныс министрлігіне тиесілі Ми-8 тікұшағы апатты жағдайда қонып жанып кеткен еді. Бортта болған нұсқаушы офицер Батыр Оразымбетов оқиға орнында қаза тапты. Экипаж командирі Бейбарыс Ыбыраев пен аға ұшқыш нұсқаушы Рүстем Нығметов облыстық көпсалалы ауруханаға жеткізілді. Алматы облысында 51 жастағы ер адамның денесі табылды. Алмалыбақ ауылының шетіндегі егістік алқаптан 2 қарашада із-түзсіз жоғалып кеткен 51 жастағы ер адамның мәйіті зорлық-зомбылық белгілерімен табылды. Полиция адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. 4 күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Енді шетелге көшіп кеткен қазақстандықтар тегін дәрі-дәрмек ала алмайды. Шетелге тұрақты тұруға көшіп кеткендер мәміс арқылы дәрі-дәрмек рәсімдей алмайды. Ақпараттық жүйе шетелге тұрақты тұруға кеткен азаматтарды медициналық мекемелерден есептен шығару үшін жеке тұлғалар дерекқорынан тікелей мәлімет алады. Tesla компаниясы әлемдегі ең жүйрік полиция электр көлігін таныстырды. Бұл техника ақштың тәртіп сақшылары үшін жасалған. Өндірушілер жылдамдықты арттыру мақсатында ең қаталы талап қойылды дейді. Электр көлігі жылдамдықты 2 секунд ішінде сағатына 100 шақырымға дейін арттыра алады. Ең жоғары көрсеткіші сағатына 322 шақырым. Өнімнің алғашқы партиясы Лос-Анджелес округы шерифінің департамент базасына жеткізіледі. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы 1 сағаттан кейін Мақсат Радж жолы Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавлда 7 градус суық, Көкшетауда -8, Қостанайда 6 градус 0-ден төмен, Павлодарда -1, Екібастұзда 0, Түркістанда +12, Шымкент пен Таразда 11 градус жылы, Қызылордада 8, Атырауда 5, Ақтауда 12. Ақтөбеде 0 градус шамасында, Орал, Семей мен Өскеменде +2, Қарағанды мен Теміртауда -1, Жезқазғанда +1, Балқашта +3, Талдықорғанда 11 градус жылы, Астанада -1, Алматыда +13. Авторадио. Тек алға қозғалыс.